таңғы жаттығуым ол міндетті түрде бастан, иықтан мына жердегі майларды кетіреді екен. Бұл өзім күнде жасаймын. Белімде нәтиже бар. Өйткені алдында бел жазады. Бел қайсы, пұт қайсы білмейтін еді. Ал енді бастаймыз. Бірінші жаттығуымызда кеттік. Бір минут жасасақ жетеді. Одан кейін иыққа 2 минут жасасақ жетеді. Осы жаттығуды күніне 2 минут жасасақ жетеді. Таңғы жаттығуды. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сәл аяғымызды шынықтырып аламыз да мына жаттығуға көшеміз. Бұны міндетті түрде таңда, әдетте кешке жасаймыз. 200-ден 200 марта жасасақ жетеді. Сонда общий 600 минутта жасайсыздар. Осы жаттығуды негізі 3 минут деп байлап, бірінші бастапқыда 1 минут жетеді. Негізі дұрыс демалуда тактикасы бар екен. Көп адамдар өзіміз дұрыс демалмағаннан кейін осындай қателіктер ұшырап тұрады екен. Негізі демалған кезде, тыныс алған кезде ішіміз комплект шығу керек екен. Деген кезде. Желді шығарған кезде ішке қарай кіру керек екен. Bir orada тұрып, болмағышақ. Күніне. Күніне болмағышақ. Осылай бір орында тұрып, жасастан болады. Үш уақытқа бөліп алсаңыздар болады. Таңға, түске, кешке. Таңмен түске мысалы 3 минут, кешкеге 4 минут. Жасаңыздар, вообще керек болады. Или вообще-то бәрін 4 минут жасаңыздар, вообще супер. Результат бақтары көрінеді.
осындай өрілмей тұруға шамамен жасаса болады. әртүрлі движениенің рөлін әдеп жасайтын болады. Сіздермен астына қалдырамын түскі жаттығуды.